Хамиге сәлем, бұл күнде лайк подкасты нәубеттегі сан, ал мен басылшыңыз Перизат Аяпбергенова. Бүгін бізде мейманда сіз күткен, сіз сұраған Айгүл Ережепова. Хош келіпсіз. Қош көрдік. Бәршеге ассалаумағалейкум, құрметлі достар, құрметлі халқым. Сол көрсетуге шақырғаныңызға рахмет. Бүгін бір ажайып сәубет болады деген үміттемін. Көріп бараман, зор вообще. Рахмет, сізге де шақыртуымызға аяқты еместен келгеніңіз үшін рахмет. Жақында сапардан келдіңіз. Қалай болды? Ойбай. Тек колбасанан, роллтымен егіліп келгенімді білемін. Қиналдым, бірақ азмас тамақларынан қиналасаң, андай иісілерінен азмас қиналдым. Былай негізі жақсы, айланып қыдырып барып қайттық, өзім көрінуге де барып қайттым лечениеге. Негізі главный мақсат көріну не болды, өзі саяхат болмады негізі, иә? Саяхат болмады, главный сол қасымызда сол нөкістен бір бала бар еді, ДЦП кеселігіне ұшыраған, мамасы екеуі шықты, соны апару үшін главный мақсат соны апарып, Индияда медицина күшлі болғаннан көрсету үшін апардық. Өзімде қосымша көрініп кете қойын деп, өзім үшін асқазаным, өт қалтам сәл азмас ауырып жүріп еді, соған көрініп лечениеде алып кеттім да. Негізінде мынандай қыдырамын ау, саяхат етемін ау деп кетпедік та ол жаққа, просто сол көріну үшін кеттік негізінде. Ол қалай болды сонда, қалай шөлкемдестірілді? Ол бала үйінің іші жазды ма сізге? Маған жазған жоқ, қасымда бір қыз бар еді, яғни Гүлнұр деген қыз өзінің баласын алдын апарып қайтты Индияға, эффектін көрді, ол жақта жүріп, ол андай мені белгілеп история салады. Сондай диагнозларыңыз болса, қатты андай ауыр диагнозлар болса, емі жоқ деп атқан диагнозлар болса, маған онлайн тастасаңыз, мен Индияда соны бейпул сілерге сауап ретінде оқытып айтаман деп история салады. Мен оны обратно салып, қолап қуатлайман. Одан кейін мені сол Индиядағы врачлар сұрайды, нағыз келу керек. Мені сұрайды ол айтқанда. Келсін күтіп аламыз, өзі да көрініп кетеді деп. Сонан кейін уже танысып, сөйлесіп алғаннан кейін Индияға мен шақырады. Сөйтіп, өзім де көрінуге бараман, және де больнойда апарамыз да біздер. Сөйт танысып, ізі сондай болып кетті оқыласы. Сонда кеше барған сапарыңызда жіберген диагнозлардың бәрін қойып, қол көмегін тигізді ол врачлар. Бейпул оқып берді, негізінде платный оқиды. Негізінде біздер ортада біздер деп жеріп тұрдық, енді барынша көрсеттік, біреулер қалыпта қойды, себебі бір врачлар операцияға кірсе 15 сағатлап, 8 сағатлап ома шықпайды екен. Сонан кейін ұстау қиын болды врачларды. Көп диагнозлар кішкене бөпелердің ДЦП, ЗПР деген аурулар екен, грижа, андай онкологический қиын сондай диагнозларды көрсеттік қолдан келгенше. Елеге шеген, бірақ сол жақпенен байланысып тастап тұрғандар бар. Ертең Құда қаласа жақында және бір кішкентай қызды апарамыз. Құда қаласа. Әлбетте сауапсызды әркім әр күні істеу керек дейді ғой. Одан басқа, ауқаттан басқа қандай қиын ситуациялар болды? Қиын ситуациялар болғанда өздеріміз енді ояқтың тілін білмеген соң, английский білмеген соң, көбісі инглис тілінде сөйлейді, иә? Инглис тілінде сөйлейді. Негізі тіл білсең, ел көресең дейді ғой. Ол жақта сәл қиналдық. Переводчик қызсыз жүрген күндеріміз болды. Базарына барып, анамнозды аламыз деп, әйтеуір қаралпақша сөйлеп жүріп, видеоларда да салып едім. Тап бір түсінетіндей қаралпақшалап сорап тұрпанда өзімді күлгім келеді расы. Қосымша Тадж-Махал, сондай бір зор жерлер бар екен. Мумбай, сояқларға барғанда қызық болады деп еді, оған үлгермедік. Қыдыруға үлгермедік та, ол айтқанда. Әлбетте сілер енді мақсатлы жүргеннен кейін бәрібір уақытты тежеуіңіз керек, әмен нәрсеге үлгеруіңіз керек. Әлбетте. Одан алдын адаспасам Түркия мемлекетінде болдыңыз. Түркияға. Har bir баратығын сапарларыңызды өзіңіз шөлкемдестіресіз ба, яки қандайда бір тур фирмалар тарапынан реклама қылып, реклама болып сразу кетіп қаласыз ба, мәселен, горячий турлар менен или бір кездері сондай тур фирмалармен келісемін. Сол баратын болсам, келісіп кетеміз. Бір кездері өзім кетуім керек болып қалады, соқта өзім шөлкемдестіремін. Қасымда баратын адамдарыммен, достарыммен шөлкемдестіремін көбінесе. Түркияда енді ол турменен кеттік, сәл арзанлау болады деп, өзіміз кетсек, тауып алмай жүрсек деген қиын болады деп ойладық. Сестренкам, жеңгемменен бардық. Ол жерде де біздер Түркияға саяхат ету үшін емес, затқа кеттік та, андай киім алуға кеттік та.
кыдырууга убакта да үлгермедик. Барган жеримде үлгермей ишпен го ума. Дубайга барганда бирок аркайын кыдырууга бардым. Дубайга да бардыңыз, Дубайга. Дубайга барганым уж 1 жылдан аскан чыгар. Дубайга кыдырууга бардык да. Ушундай. Инстаграм тармагыңызда неше пандаларыңыз бар? Пандалар 154 000. Историяларды 20 000, 25 000 көреді. Енді 154 000 барлығы көрмейді, бірақ видеоларды салсақ барады 500 000-ға дейін, миллионға шекен барған видеоларымыз болды. Қалай сонда 2018 жыл ойыңызға қалай келді? Мен сөйтіп блогерлікті басылайын. Енді ойға келген жоқ, әмі инстаграмға аш дегенге әмеміз аштық. Сонымен видео мен өзім жағы былай приколлап, шошаңлап көп видео түсіре берді қасымызда құдаша қызлармен. Соның арасынан салдық ол видео, енді инстаграм шығып жатқан уақытта нормально тарқалды ол видео. Просмотрларда, коммент, лайк, негативте болады ол видеода. Сөйтіп давам етіп көрейікші, салып дедік, салдық, кейін видео вайн деген зат ұлма түсінбейтін. Сөйтіп қызыққа бір минутлық, 2 минутлық қылып прикольный слайд түсірейік сақ, көрейік деп түсіріп сөйтіп алып кеттік та инстаграмда. И карантин қатты маған түрткі болды. Айжиназ аға институтта ұстазымыз, Пегас командасының сардары. Олмен де карантинде көплеген видеолар түсірдік. Сол қатты анандай карантинде әмме блогерлер контент түсіргелер көтерілді деп ойлаймын. Негізі қайсы тарауда оқыдыңыз? Қанегелігіңіз қандай? Қанегелігім негізінде музыкальный мектепте Есжан бақсыда оқыдым, бақсышылықта. Ұстазым Үнжігүл апа Сабурова. Бақсышылықтан кейін музыкальный колледжде оқыдым, вокалда оқыдым, операда. Бақсышылықтан кейін операда оқыңыз? Бақсышылықтан кейін операда оқыдым. Енді бақсышылық хоббиім болды, енді дальше алып кетуді ойладым, бірақ опера деген шендешең екен, мынандай курсқа тапсырған уақытта адам аз болады деді. Вокалдан бір көрейін дедім, даусым бар шығар деп қызықтым өзім опера, сөйтіп тапсырдым. Ұстазым Бағда апа және де Мақсытаға, Рази апалар оқытып, 3 жыл давамында постановка қойып, мощный қылып берді даусымды. Онан кейін театральный институтқа тапсырдым. Ол уақытта дирижерлыққа тапсырдым. Ума секіріп жүрпен ғой, әр кәсіпті бір көріп. Дирижерлық болғанда, оның ішінде вокалда бар, бірақ главный сол дипломға түсетіні дирижер деп не алады. Ұстазым Құрбанбай аға Заретдинов. Ол ұстаздан да 4 жыл давамында көплеген білімлерді алдым, және де операда қосымша болды да. Олма айтқанда аралас қой кәсібім. Бірақ қазір өзіңіздің сол аралас кәсіптеріңіздің ешқайсында жоқсыз. Мен жұмыс істеп жатқан жоқпын олма. Енді көремін деп жүрмін. Негізінде мен өзім актерствоға қызығамын, актрисалыққа. Театрға актрисалыққа тапсырғым келіп жүрді, сол жұмысқа көремін енді Құда қаласа. Адамлардың қандай әрекетлері ұнамайды қазіргі уақытта? Адамлардың екіжүзділігі ұнамайды. Бетіме қарап, ыржиып, күліп, бірге менімен сөйлесіп, басқа адамды жамалап болып, мен кеткеннен кейін мені жамалайтын адамдар бар. Сондай өзгерушең адамдар ұнамайды да, сондай жағы маскасын киіп алады, басқа уақыт сондай. Егер мен пайдам тимей қалса, ол же онша сөйлеспей қалсам, өздері біліп араласпай кететілер бар, мынандай. Болды ғой, уж пайдаланып деген зат болады айрым адамдардан енді. Білмен, атрапында ондай адамдар көп, инстаграм тарауында блогер болғаннан кейін менен пайдаланғысы келгендер көп болатын шығар аудиториямнан. Мен барымша көмек беремін. Өйтіп мынандай блогермен қойшы деп мынандай звезда деген зат жоқ, мұным аспанға кету. Қалай бар, солай апай адаммын. Сондай ақкөкіректілігімнен пайдаланып көп пант жегенмін. Сондай пант беріп кететін адамдар көп болды өмірімде. Сондай инсанлар жақпайды. Сол главный екіжүзділі инсанлар көп деп айта аламын. Мынандай өзін достай қылып көрсетеді да, мейірман, өзін жағдай құрмет етіп, өтірікке жағы ой Айгүл деп көрсетеді да, бірақ анығына келгенде ішінде оның көре алмаушылығы болады. Бір достық мүнәсәбетін көрсеткендей көрсетеді, бірақ анығына келгенде оның қандай адам екенін мен ішім біліп тұрады ол адамдардың. Бірақ қойшы, уақыт өтіп өзі астен жағы судың бетіне қалып шыға береді деп мен уақытқа салып қоямын. Сондай. Пант беретін адамдар ұнамайды деп отырсыз ғой. Социал тармақта да айтып өтесіз, көп пант жедім, жақындарымнан, достарымның арасында көп пант жедім деп, ең ақырғы мәрте қашан болды сондай жағдай? Сол 1 жылдықта болды. Кім тарапынан?
Неге? Енді атын айта алмаймын да. Пән жегенде ондай дәрежеде емес, просто қандай екенін біліп өзім алсастым көп адамдардан. Тек пайдаланғанша және жағдай уақыт өткенше деп айтайын ба, сондай уақытта қатынасады екен. Бірақ ол затлардың бәріне өзім айыптардай қылып мен қалып қойдым. Ол жерде мен айыбым жоқ деп ойлаймын. Менің де айыбым бар шығар, білмедім. Андай тек Инстаграм үшін қатынасатылар да бар арасында, расы. Сол моментте болған. Қазір уақытта сәлем түзу, ондай дым араласпай қалмаймын емес, араласаман, сөйлесемін, қатынасып тұрамын. Бірақ бәрімен де емес, біреулермен полный қойып кеткендерім де болды. Отношенияны көрген уақытта тек қалай болған, сондай отношения болып қалды. Атларын айтпақ қойын, енді көп қой, онда һәм менің өмірімде ұшырайды пән жеген адамдар. Сондай. Сұрауымды жалғастырайын. Институт уақытында 3-4 курсларда сол 1-2 қыз болып блогерствоңызды жүргіздіңіз. Қасыңызда Наргиза Қожаниязова. Наргиза бар еді. Және басқа? Институтта сол оқып жүрген уақытта, 3-ші курс 4-ке өтіп жатқан уақытта ма басладық біргелікте. Қасыма алып, бірге қызықлы видео түсіріп, ондай Инстаграмды мынандай нелерге онша қызықпайды еді. Өзінің блогларын андай просто так история, видео салып жүретін еді. Сөйтіп біргелікте видеоға түсіп, дальше біргесіз конкурс өткеріп, менің админім болып, қолап қуатлап, спонсорларын жинап, подарка алып, айтқанда біргелікте видео түсіріп, күйеуіменен одан кейін тұрмысқа шықты. Жақынға шекен бірге болдыңыз. Неге қазір бірге емессіз? Сол сұрауларға точка қояйық бүгін. Не болғанда айтуға қолайсыз. Әйтеуір заттың үстінде негізінде оны айтқым келмейді, негізінде просто Наргиз өкпелеп қалуы мүмкін айтсам. Өкпелемейді, Наргиз өкпелеме. Наргиз өкпелеме. Көрген жерде сәлем түзу қазір. Ондай бір-бірімізге өкпегене жоқ. Мен өйтіп өкпелеп, кек ұстап жүретін қыз емеспін, расы. Магазин ашады Наргиз. Наргиздің өзі ашады. Андай косметика корейский ашады. Сол уақытта мен уже сол уақытта бармай жүремін магазиніне. Соның арасында. Неге бармай жүресіз? Бармай жүргенде мынандай жәрдем беріп бармай жүремсе, одан алдын сәл өкпеленіңкіреп. Неге өкпелеңіз? Инстаграм андай болды деді. Андай бір зат болып қалды деді сол уақытларда. Сөйтіп отписка етіп тастайды һәммені. Инстаграмды сөйтіп бір һәммені отписка етіп тастау керек екен, Айгүл дейді. Сөйтіп мені де еттің ба десем, ауа дейді. Ұялмайтын сен деп приколап күліп жіберемін да. Негізі уақытта біртүрлі болдым. Сөйтіп енді ол жерде Инстаграмда отписка қарап қатынаспайсың ғой. Просто так біртүрлі болып кеттім. Кейін маған түсіндіргеннен кейін түсіндім. Уақытта онша түсінбедім да айтқан затын. Не үшін отписка етті деп түсінбедім. Кейін уже сол уақытларда сәл отношениесі өзгеріңкіреп бастады, бір-бірімізге өзгеріңкіреп бастадық. Одан кейін магазин ашылғаннан кейін бір скидка ма қылады, мен түсіріп берса дейді, реклама қылып бер дейді да. Сөйтіп саған мынандай болады деп мен приколаймын, ақшасын айтып. Мен ақша ала алмаймын ғой, бәрібір достым. Сөйтіп бір слот аларсаң да келе берса дейді. Сөйтіп соңғараса мен Ташкентке кетемін деп, ертесін уже Ташкентке де жақпан. Енді мені Наргиз шақырып қойды реклама. Мен ұмытып кеткенмін. Соңғараса мен Мариам косметиканы реклама қыламын. Соған өкпелейді. Оның ашып жатырғанда косметика. Оның да ашып жатырған косметика. Кейін мен Инстаграмға уже Мариам косметиканы шырайшопты саламан. Салғаннан кейін уақыт өтіп 1-2 сағаттан кейін маған Наргиз өкпелеп жазады. Айгүл, бұл не қылғаның? Мен сен типа реклама шақырдым. Ақша сорасаң ақшаңнан беретін едім ғой. Өкпесі болады. Мен сені ақша сорап жатқан жоқпын. Бірден болып қалды, маған ақша керек болып қалды Наргиз. Ертең Ташкентке кетуім керек. Тура түсін. Бірден айтып қалды деп түсіндірдім. Соңы өкпелеп қалды. Мына мені жерге ұрған, как менімен ұрысқан, как мынандай менімен мынандай арасында гәпке келісіп қалған адамды сен реклама қылдың деп ашуы келеді қаттыға. Енді екеуінің арасында не болғанын мен түсінбей қалдым. Не болды, қашан ұрыстыңыз деп мен сұраймын. Сол уақытта маған мынандай видеолар жібереді, экран записьті, не айтқан, қандай историялар болған, қандай ұрыс болған. Енді түсіндіріп айтып жатырмын, мен Наргиз білмедім, құдайлығы, сіздердің ұрыспағыңызда хабарым жоқ. Қоя қойшы, бір реклама болса деп түсіндіріп айттым. Соның арасында нормальный гәпке келіп қалдық, кіттай өкпелесіп. Соның арасында уже болады, аман бол, өз күніңе аман бол, анау мынау деп жазып жүрді.
енді ашу эмоциямен шыққан шығар деп ойлаймын. Негізі өйтіп отношение ол затқа бола қойып кетеміз деп ойламадым. Сондай андай отношение қойып ортада қатынасты тоқтатқандай қылып жазды да маған. Мен сөйтіп қабылдадым. Оның жазғаны енді өзі өшіп кетті, көрсетейін десем деймін ба. Құласы сол әйтеуір зат қарап тұрсаңыз, әйтеуір затқа сөйтіп ортада өкпе болды. Одан кейін сөйлеспей қалдық. Көрген жерде тек сәлем түзу болған. Қазірге дейін кәдімгідей сөйлесеміз, бірақ бұрынғыдай араласып қатынаспаймыз да. Сондай болды. Ал точкасын қойдым, сорай бермең. О дейтіндей ұрыс болған жоқ біздің арамызда, сондай. Әлбетте. Қазіргі уақытта блогерлер арасында жақын достарыңыз бар ма? Кімлерді жақын көресіз өзіңізге? Қасымда жүрген Хурлиман, бұл блогер емес, бірақ мынандай SMM десем болады, аккаунтларды жүргізіп, видео түсіріп жүреді, мобилграф. Ең жақын көрген сол Хурлиман. И басқа достарым да бар, Нара, Асал. Олармен қазіргі уақытта онша видео түсірмей кеттім. Негізінде қазіргі уақытта өзім тек шәкірттерімді тайлап отырғаннан кейін, шәкірт алған соң тек солармен істесіп отырмын, видео түсіріп, контент істеп. Негізінде көп араласатылар. Инстаграм тарауында жақыннан сөйлесетін сол Диса Садикова бар, Арухан Аметова, доктор Аметова бар. Тағы да қасымда сол Хурлиман бар, Севош бар, постоянно бірге сол қасымда жүрген, видео түсіріп, жәрдем беріп жүрген қызлар. Командам десем де болады. Бұрынғыдай бірақ басқа қыздармен онша түсірмей жатырмын да. Уақыт жоқ дегендей. Шаңырағыңыз тарапынан, мәселен, екі ажағаңыз бар ғой енді. Солар тарапынан шектеулер болады ма? Мәселен, андай қылма, андай етіп жүр, қыз баласаң, яки өзіңіз тарапынан өзіңізге қоятын шектеулер болады ма? Өзіңіз тараптан болғанда, орталық жәмиеттілік жерлерге барып қалғанда, өзіңіз та Айгүл, шерттен сені видеоға түсіріп алуы мүмкін. Шерттен сені ерсі, сен хәзіл ретінде хәзіл айтсаң да, қылық көрсетсең де өзің үшін ойыңда есат жоқ. Көрсету мүмкін, бірақ сырттан ерсі көріну мүмкін. Өзің тұста деп өзіме айтатыным бар ішімнен. Ажағаларыма келсек, сол уақытқа дейін сол Инстаграм ашып, видео түсіріп бастағаннан бастап ешқайсысы есат деген жоқ. Мен ешқайсысы есат деген жоқ. Мен сұрағанда жоқ па негізінде өздері, бірақ мен қолап қуатлайды мені. Мынандай, бірақ нето бір зат түсіп қалсам, или бір онша емес тартпай қалған видео шығып қалса, онша тартпаған, жақсап түсір, жақсап видеоны ойла, қалегенше қалай бар, солай бар, түсіріп тастай берме видеоларды деп айтады. Себебі үлкен ажағам КВН-де ойнаған, Туран КВН командасында, оларда идея айтып, қолап қуатлайды. Ажағам да бақшылықта оқыған, музыкальный школда, музыкальный колледжде, бақсышылық тарауында оқыған. Мен мәдениет тарауына жақын болғаннан кейін қолап қуатлайды, түсінушілікпен қарайды. Сізге плюс болған тарапы бәріңіз сол мәдениет тарауына жақын. Мәдениет тарауына жақынбыз. Әлбетте. Инстаграм тармағында еркек адамға әйелге ұқсаған жараспайды. Сондай еркеклер бар. Қазір еркек деген атқа налайық деп қалдырдыңыз публикацияларыңызда. Неге? Не себеп болды? Атрапымда неше түрлі енді Инстаграм жүрген болсын, былай да болсын, нашарға ұқсаған, сол хаялға ұқсаған еркеклер көп. Нервім шығып кетеді, расы бар ғой. Енді таныстарымда болып қалады. Күйеуіне тиіп алмайын деймін да, расын. Сен деп жүрш деп айтуға. Ұрып жергім келеді, ұра алмайсаң жағдай. Енді еркек адамға хаялдай болып жүрген жараспайды да, қыз балаға как еркектей болып жүрген жарасады деп ойлаймын. Как мужеский характер деп айтылады ғой. Мен өзім сондай, қыз балаға кітте болса да жарасады деп ойлаймын. Бірақ қыз бала өзінің қылығымен сұлу дегендей, бірақ еркек адамның мынандай хаялдай, нашардай болған сәл ерсі көрінеді. Ол постты салған себебі сондай еркеклер көйіп кеткен. Еркек деп айтуға да ұяласаң, сол үшін просто так салдым оны. Андай біреуге тигізіп емес. Алдымда сондай бір видео шығып қалды. Андай тренировка істеп жатқан видеоларды монтаждап салайыншы, нормальный болатын шығар деп салып көрдім да, құласа. Сондай. Еркек шора Айгүл деген комментариялар көп болады сіздің ответіңіз. Күйеуіңізге қанша дәреже тиеді? Күйеуіме алмаймын мен вообще. Бәрібір маған жаза берің от души. Енді еркек шора айтып жатырмын, ол мужской характер. Мен баладай өскеннен кейін, братларыммен өскеннен кейін, ажапа мен үлкен еді. Ажапамен да ойнайды екен, үйдің үлкені болғаннан кейін ойнай бермеді ғой. Енді баладай өсіп кеткеннен кейін сондай шығар деп ойлаймын. Колледжде де
театральный институтта 10 баламен оқыдым мен. Институтта 10 бала бір қыз болып оқыдым, музыкальный колледжде 2 қыз 8 бала оқыдым. Барған жерім көп балалар болады еді, расы қатынасатын қызларым емес, көбінесе бала достарым көп. Бала деп кеткенім сол шығар, күйелмей алмаймын, бірақ сондай еркек шора дей берсін. Жаңа айтып отырсыз ғой, бәрібір сондай бір еркекке тән азырақ болса да қасиеттілер хаял адам бойында болу керек, өзін қорғану үшін деп. Негізі хаял адамның бойында не затлар болу керек? Хаял адам өзі жақсы көру керек, құрмет ету керек, өзін ұстап білу керек, тәрбиесі жақсы болу керек, сөйлеу мәдениеті, барған жерінде өзін ұстауы. Енді уақыт өтіп ер жеткен соң әрбір хаял, әрбір қыз бала тұрмысқа шығады. Енді мен де уже жасым 26-ға келді, мысалға һәмме маған айтып болды, тұрмысқа шықпайсың ба, енді маңлайға жазғаны болады. Хаял адам сол бірінші нәубетте өзін құрмет етіп, өзін жақсы көру керек. Онан кейін тұрмысқа шыққаннан кейін ол инсан мені бақытлы қылсын деп емес, мен сол шаңырақта, мен сол инсанларды бақытлы қылайын деп бару керек сол үйге. Сол ниетте. Сол ниетте. Ата-ененің қызметін істеу керек. Ата-енемен тұрғым келмейді дейтілер де болады. Енді ата-енемен тұрғанның өзі бір басқаша деп ойлаймын арасы. Мен өзіме ұнайды ата-енең. Хотя бы бір бикеш, бір қайның болсаң да жақсы. Бір өзің жағы бір бала тисең, анда ішің пісіп кетеді деп ойлаймын. Мен өзім ішім пісіп кетеді. Ата-енең мысалы жағдай тусаң, бөпеңе қарасады, үлкейгенмен дейіншін бәрі албырайсаң, қарасады, қаңғыратын жерлер болып қалады, соқта тастап кетесің ата-енеңе. Бәрібір ақылық мазалы ғой. Өмірлік жолдасты главный құрмет ету керек, главный ата-анасын, сол күйеуінің ағайын туғанын, оның жора жолдасларына шекем орталықта мысалға құрдасылар отырады, күйеуін құрмет етпей жерге ұратын хаяларым бар. Әшек жүрсе болды, қайтамыз ішпе дейтіндер де бар мысалға, не? Ол уақытта ол еркек адам бар, ар-намысы бәрібір біртүрлі болады, соғынша жоралар ертесіне приколайды. Бәрібірде айтады, бетіне басатын, қатыныңа пультін берсең ғой, анамында тәпішке деген гәп бар ғой. Қаласындай қыз бала главный өзін құрмет ету керек, и сол өзін ұстап білу керек, алдына мақсат қою керек. Главный себебі келешекте мысалы кәсіп әрбір қыз баланың қолында өнерде болу керек. Тұрмысқа шығаман деген шекенде, тұрмысқа шыққаннан кейін де. Себебі туып болып, декреттен шығып болып, бәрібірде жұмыс істеу керек. Үйде отырып қалсаң, депрессияға көмілесең негізінде. Енді жұмыс істететін күйеулер болады, жұмыс істетпейтін күйеулер де болады, енді сондай. Ар жақлама мысал, аз айтсам көп, әртүрлі мысаллар, сондай. Айта беріңіздер, тыңлаймыз, бірақ сұрауым бар еді, негізі енді тұрмысқа шығатын қыз келіншектерге маслихатыңыз деп айта жақ едім, ол мен хаммесін айттыңыз. Рахмет. Айгүлдің негізі жігіті бар, зубнойда істейді деген гәплер де бар еді. Сол бір сұрауларға точка қойып кетсеңіз бүгін. Жігітім жоқ қазіргі уақытта. Бар еді, я бірақ. Бар еді негізінде. Оң қақтан алдың? Қақтан біліп қойдың? Естік біз. Бар еді. Сол карантиннің уақытында ма таныстым меніңше. Карантиннен кейін ба, карантиннің уақытында ма таныстық. Бір жылдай почти сөйлестік. Өмірде бір-бірімізді көрмедік, бірақ қалай өмірде бір-біріңізді көрмей? Енді ол Қазақстанда еді, Қазақстанда жұмыс еді. Мен мынандай жігітпен расы соққайын дұрыс сөйлеспегенмін. Алдын басқа интервьюларда да айтқанмын. Көп болса 2-3 жігітпен былай серьезно сөйлескен шығармын, бірақ андай қатты шлей, андай жақын отношение болмағанмын да сөйлесіп. Енді білмедім, жігітпен өзім сөйлесіп келістіре алмағаннан ба білмедім. Бірақ сол дәрежеде бауыр бастым, расы жақсы көрдім, таналаман. Бір жыл дауымында сөйлестік, бір-бірімізді көрмедік, тек Инстаграмда бір-біріміздің фотомызды көргенбіз. Оның бірақ сестренкілеріменен, ажапаларымен сөйлесіп тұратын едік. Сол дәрежеде жақын болып, уже серьезно отношение болып, қайтаман, уже сорайман, сондай гәплер болды арамызда, сырға саламан деген. Ол менен нөкісте болған соң, где-то бір 2 ай болған соң Қазақстанға көшіп кетем, соған таярсаң ба деді. Қазақстанда менің жұмысым деді. Блогерлік жинастырасаң ба деген сұрау көп болады ғой. Сол кезлерде блогерлігіңізді жүргізіп жатыр едіңіз? Блогерлігім жүргізіп жатырмын. Бірақ сол уақытта ата-анасы
неге барады Қазақстанға, сол уақытта мен хақымда айтады. Блогер қыз, ол мен хақымда мағлұмат береді. Сол уақытта ата анасы қарсы шыққан. Неге, не үшін блогер қыз, маған керек емес, андай халыққа көрінген танықлы қыз керек емес, мен гәпсіз боламан дейді. Ол жерде жаман зат жоқ қой папа деп түсіндіреді. Керек болса блогерліктен жинастырады. Мен айтаман, түсіндіремін. Даже маған айтқан уақытта мен сол затқа да таяр болғанмын. Себебі ең бірінші ол кезекте семьяны сайлау керек деп ойлаймын. Карьера болса ләж олар кейін барғаннан кейін үйретіп аламан деген затан болады қыз балада. Бірақ мен сол блогерлікті жинастыра аласам ба деген уақытта мен айтқанмын, жинастыра аламын. Егер ата ана қарсы шығып жатқан болса, сіз тарапте ата анаңыз қарсы шығып жатқан болса, блогерлік жинастырайын деп айтқан күндерім де болды. Бірақ сонда да енді білмен уже көзге түсіп блогер болғаннан кейін, халықтың алдында жүрген қыз болғаннан кейін қалаймын ма. Сол уақытта ата анасы қарсы шықты. Одан кейін уже ол бала да өзінің ата анасымен гәпке келіп қалды, харекет етті. Енді бірақ андай қатты әрекет етті деп ойламаймын. Харекет еткен адам қалаймасын. Просто так мен не қылдым, үмітленіп қалдым. Үміт деген жаман зат. Қыз балаға үміт беріп кетті ол. Со дәрежеде жақын сөйлестік, содан кейін үмітлендім да. Енді бірақ ол уже ол темалар жауып кеткен қашын. Мен ойладым, қойшы өйтіп не қыла бермен, өзімді тоқтатаман деп оған айтаман. Болды, тоқтата қояйық. Сіз де ата анаңызға қарсы шықпаң. Мені деп ата анаңызбен нандай болып қалуын қаламаймын дедім. Егер бақытыма, маңлайыма жазылмаған екенсіз, біріміздің бақытымыз емес екен, жолымыз емес екен, да осы жерде тоқтата қояйық деп тоқтаттық. Ал қазір жоқ. Ома ешкіммен отношение жоқ. Қазір уақытта сөйлеспеймін. Жазатылар болады, просто қызыққа жазатылар болады. Маған просто іш пісіп уақыт өткізу үшін деп танысатын балалармен онша сөйлесе алмаймын мен. Анықтан ақыл есі тоқтаған, әйтеуір серьезно сөйлесемен дейтілер болса, рас сөйлесу мүмкін. Былай қызыққа сөйлесетілер болады. Еще азыр уақытта ақша сұрайтын еркектер көп қой. Бір-екі баламен сөйлесіп көрдім, расы енді танысып жатқан уақытында мен ақша сұрағалар болды. Сен еркексің, сен нашарға қыз балаға бетіңді салып ақша сұрағанша, өлім деген ақшаң жоқ бола қойсын, срочно керек болсын, үйіңдегілерге дәрі керек болсын. Бірақ атрапыңда жолдасыңнан сора, қыз баладан сора, өзің пәске кетірме деймін. Себебі еркек па, еркек. Мен өзім қыз бала отырып ақша сұрауға ұяламан. Сол уақытқа дейін сөйлескен балам болсын, маған ананы апер, я ақша бер, я мына жаққа апар деп айтқан адам емеспін. Енді тұрмысқа шыққаннан кейін сұрайсың ғой күйеуіңнен, ақша берші анаған, мынаған бер деп сұрайсың. Оның бер жанда, бірақ тұрмысқа шықпай тұрып сұраған сәл қолайсыздау деп ойлаймын. Енді ақша үшін сөйлесті деп ойлап қалуы мүмкін, ақша үшін жүрді деп ойлауы мүмкін. Сол үшін маған қолайсыздау деп ойлаймын сол. Және Instagram тармағында жаздыңыз, адамлардың қазір 1-2 жылықта өз өміріңізде үлкен өзгерістер болды. Дене пішіміңізге байланысты. Соң айтып өттіңіз, адамлардың сол бір семіріп, былшайып кеттің деген сөздер кеуіліме тиді. Кейін өзгеруге харекет еттім. Кейінгі сол 2 жылықта қатты семіріп кеттім. Гормональный жақтан да семірдім. Енді білмем, аппетитта зверский болғаннан кейін шығар, балалар қайтып аш болып тұр, қатты өліп жейді ғой мысалға, не? Сол дәрежеде сөйтіп ауқатланады менде. Расы ауқатқа келгенде, тамаққа келгенде ақшамды есаттан аямаймын өзіме келгенде. Соң арасында уже 140 килоға кетіп қалған екен мен. Айгүл, стоп дедім. Стоп болды, аз 200 килоға кетсең, сен өзің тұрмысқа шықпан, қыз баласаң. Енді әркімнің жазғанлары болды, сен натурсыңда саған кім қарайды, натурсыңда сені кім алады. Мен оларға деп сұлу қылып ответ қайтаратын. Алатын адам, жақсы көретін адам барымша қабылдасын. Менің сыртқы көрінісім емес, мен ішкі дүнием гозал, Құдайға шүкір. Сыртқы дүнием гозал, өзіме самооценкам қатты көтеріп айтатын едім. Просто минус жерім лишний вес болған, семіздік, томпақлығыммен де сұлуман, сүйкімлімен деп, наоборот, оларға атакан не алатым, күйеуіме алып, өйтіп отырмайтым да. Көпшілік жазатын еді, семізсің, қыз баласаң, аз, сен қалай тұрмысқа шығасаң, сен кім алады. Сондай комментлерді уже келе бергеннен мен күйеуіме алмаймын, бірақ соны жеңіп шығатым мен. Депрессияға, стресске түскен күндерім болды, бірақ қойшы дедім, диетаға отырмасам болмайды дедім.
доктор Аметоваға көріндім. Айтқанымдай гормональный нарушение көп, Айгүл, мужской гормон, сол жағы мужской гормон күшейіп кеткен деді. Онан кейін лечение алдым, ізіне түстім. Әлбетте қиын болды диета қылу, барған жерлерімде салат жеп, сондай жеңіл жеп, себебі алдын бір лаваш бургер, бір литр коланы тосатын Айгүл, бірден ол затқа қиын болды ондай өмірге. Барған жерімде бір кезде жеп қоятын. Орталық отырыспақлар көп болатын еді. Бір кезде көзім үзіп жеп қоятын, бір кезде қасымдағы қыздар деп шымшып жібереді, Айгүл тыныш отыр деп. Қасымда достарым көмек берген, жеме бол, тоқтат, семіріп баратсаң, сені ойлап айтамыз деп көпшілік айтқан. Сол азуыма анық түрткі болған Эльмира достым негізінде. Көп айта беретін еді, сен аз, Айгүл, болмайды, денсаулығыңа зиян, грижа шығады, сахар шығады, олма слабый болып қаласаң, ертең жүруің қиын болады деп. Сырттағы комментлерден тысқары қасымдағы достарыма айта берді, аз болмайды деп. Сөйтіп айта бергеннен кейін маған түрткі болды. Эльмира да айта берді, қасымдағы қыздар да айта берді. Онан кейін уже азуға әрекет етейін деп диетаға отырдым. Басына қиналдым, жеп қоя бердім. Сөйтіп жесткий диета демей-ақ қояйын, басына жеңіл-желпі, кейін уже ұстадым сол диетаны. Инстаграмларда да көрсетіп өттім, сорпаларды ішкенімді, диетада жүргенімді. Уж кейін көрсету жақпай кетті. Бәр зат көрсету шарт емес. Енді диетичный менюларды заказ еткелем, көрсететінем, сөйтіп аз отырпан. Бірақ адамдардың айтуы бойынша Айгүл асқазанын кестірді, асқазанын алдырды. Соны әмме айтып болды. Мүмкін емес бұл жерде азу. Әмме анандай адам алына өзіне цел қойса, мақсат қойса, азуға әрекет ететін. Мен ниет еттім қаттыға. Бір комментлерді көремін, сен асқазаныңды алдырың, давай алдырмамысың, қарның көрсет дейді. Хау деймін, мен қыз балама, сен денің дұрыс па деп айтпан, қалай қарның ашып көрсетемін деп, не? Қолы сондай диетаға отырып, ғаламен нәпсті жеңу керек. Нәпсті жеңсең, әйтеуір азуға әрекет етсең болады. Сөйтіп, почти 1 жылдан асты, 1,5 жыл атрапы десек те болады. Диетаға полный отырғаннан кейін минус 70 кило аздым. Қазір 72 киломын. Қазірде диетада ойлаған 5-ме түстім да, қазірде диетадамын. Бір кездері жеймін, бір кездері диетадамын. Енді қазір әмме айтып отыр, азғаның дым жараспапты. Біреулер айтады, азған жарасын, нәрленіп, сүйектерім шыққан деп приколаймын өзімде, хау деп, не? Өзіме де жақпай жатыр, қатты асып баратқам, себебі баяғы томпақлығым өзіме де ұнайтады. Айгүл болып тоқтатты, өзіңе болады, сол 70 кило озырсыңа да болады, одан артық кетпей қой, шілей жағы 55-60 кило болуың шарт емес деп. Ара тұра диетадамын да, анандай. Көп жемеймін, аз-аздан, тез-тезден жеймін. Баяғыда өліп жемеймін да. Өйтіп жейтін болсаң, және семіріп кетемін да. Содан қорқамын, зорға азғанда. Сондай. Сөйтіп нәпсі тию керек құласы. Әлбетте. Ол сіздің саламатлығыңызға да үлкен өзінің әсерін тигізеді. Блогерлік, бизнес хамесі өз орнына, ал қазір күнделігіңіздің сол бір балалық уақытларыңыздың күнделік бетлерін ашсақ. Балалығыңыз қандай өтті? Балалығым сағынып, құмсап еслейтұғындай балалық болды ма? Себебі балалығым зор өтті. Себебі кішкене уақытымнан бастап мен қатты ерке едім. Үйде неше қыз, неше баласыз? 2 қыз, 2 бала. Ең кішкентайыммен 2 ажағам, 1 ажапам бар. Кішкентай уақытымда қаттандай өжет, қырсық болдым. Содан кейін шашыларым тікірейіп жүремін. Қатты ерке едім. Енді қазір жасымыз үлкейіп қойған шығарман, енді білмеймін, енді еркелік болып тұрады. Қыз бала болғаннан кейін ба. Қызықлы оқиғалар көп негізінде айтып берсем, ол минут соғызылып кететін шығар деп. Еркін айта берің, бізде еркін подкаст. Әлбетте, балалық шағыңызды қозғадық қой енді. 2013 жыл 3 ноябрь сәнесіндегі күнделік бетіңізден бастап оқығымыз келеді. Қалай болғанында, иә? Қалай болғаны өзіңіз? Енді ол уақытта 7-8 класспын мен, адаспасам. 7-8 класс уақытым 2013 жыл 2 ноябрь күні біз анандай 1-ші этажда тұрамыз да, дом. Бір-біріне қарамас жай, неғында тұратын ек, кейін неғында жайды сатып алып қойбек. Ол жайды ремонтын полный мамам өзі істеді. Сояқта уже ремонт бітті, одан кейін 2 ноябрь күні уже сол жақтың ремонт алдын жай гөнелеу еді. Таза ремонтқа бар қызығасаң ғой. Сөйтіп сол уақытта сол мамам бірінші рет маған палау істеуді үйреткен. Палауды істеп берші деп
алдын үйреткен. Енді сол уақытта ешкім маған көмек бермеген, өзім істегенмін палауды. 7 класс уақытыңызда? 7-сенші класс уақытында сөйтіп палау істедіп, сол үйде ауқатландық, палау мақтап, аз етіп жеп не қылып. Содан кейін мама соқта ұйқылайық деп мейін жеп соқта ұйқыладық. Сол 2 ноябрь күні. Сөйтіп 3 ноябрь күні қасында бір 2 досы бар, біреуі тәуіп деді, біреуі қоңсысы. Зияратқа кетемен дейді. Зияратқа кететін уже түнде де білетім, азында ерте тұрып, зияратқа кетіп баратқанын айтты. 2 ажағам ана таза жайда ұйқылап жатыр, ажапам есе тұрмыста уже 2 қабат еді, уже 1-2 айдан ба туатын еді. Онан кейін маған түсіндіріп беріп жатыр, наным бүйт сөйт, Ашпаң бетке барасың, назылды апарып бер деп түсіндіріп айтып баратыр. Енді ойымда есат жоқ, шығарып салдым. Сөйтіп сол күні ажағаларын тұрды, ауқат ыстып, сол ауқат беріп жатқанда қос қиысты отырдық біздер. Ана жан деген қос Асқар өзім барадым айтқан екен. Соқтан ары наусты айтып естейік деді. Уже 11:30-12 уақытында хәме жұмыслармен кетеді. Мен ажапам үйіне кеткенде құдаша қызым бар, сонымен сөйлесіп отырамын, Ашпам үшеуміз. Енді Ашпам уақытта 2 қабат, мынандай қорқуға, не етуге болмайды. Соның арасында бір атынан звонок келеді. Сөйтіп Айгүл дейді, тау дейді, шетке шық дейді. Тау айта берсе, деймін, қасыңда адам бар ғой, шыға берсе дейді. Зорға сөйлеп тұр. Енді мен бір атым жылағанын соққайын көрмегенмін. Сөйтіп уже қалтырап жатыр да, хау деп мен ішіме түсіп, бетім ағарып бара жатырған екен, өзім сезбегенмін да. Сөйтіп Айгүл мама авария болып қалды дейді. Сөйтіп хау деме, серьезно ма десем, қоя қойса Асқар ойнай бермей деймін да, қорқытпаса адам. Сөйтіп төрмен шығып кетеді. Ашпамда не болды деп гуман сарап не қылады. Сөйтіп қасыңда Ашпам болса, давай бүйт дейді, сен үндемей тезірек үйге жет дейді. Маған қайтыс болған айтпайды, маған тек авария болған и комада екен айтады. Сөйтіп Асқар аш болған екен, жаңағы бақырып атырып та, неге тамағым тайлап кетпесең деп бақырып атырып та епілеп шығып кетті дейді. Сөйтіп Ашпаммен сөйтіп айтсам, қойса Асқардың роллтын пісіріп болса да жеп, әйтеуір күнін көретін адам, ол Асқарды білемін деп күледі Ашпам. Мен уже тығылып тұрпан, уже жылағым келіп тұрды, не қылам білмеппін. Ашпамды көрген сайын жылағым келіп біртүрлі болып баратпан. Ашпа кете берейінші, қатты асық тұрпан үйге баруға. Сөйтіп дарвазасына шығып кеттім, көшемен көше кіргенімді білемін. Ар жағына қайтып барғаным, қайтып жеткенім ума түсінбеймін рас. Жолда бір любой таксиді тоқтаттым. Асықсыздықта ақшамнан ұмытып кеткенмен таксиге түсіндіріп айттым. Сөйтіп жоғырып баратпан үйдің алдына, сөйтіп үйдің алдына менің достарым отқан екен. Сөйтіп уж мені құшақлап жылап жетіп, біртүрлі болып кеттім. Сөйтіп ысыр жердім сол қызларды. Достарым, ол жылағанына қарап тұрған жоқпан. Маған тек авария болды, комада тірі екені айтылды. Ол жерде қайтыс болған айтылмады. Мен сенбей атпан, сөйтіп ысыр жердің бір қыз. Сөйтіп жоғырып үйге барсам, үйдің алдында ажағаларым, дайларым тұрған екен. Сөйтіп үйге барсам, уже мамамның сіңлері, ажапалар бәрі орамал тағып алған, бәрі қышқырып жылап жатыр. Қорқып кеттім. Мен уақытта кішкентаймын. Олма еркенмін да, себебі ең кішкентай болғаннан қатты еркенмін. Сөйтіп бақырып жылап жерімді. Сөйтіп біратым көрсем, мынандай суретін құшақлап жүрген екен. Соң арасында көріп біртүрлі болып кеттім біратым. Сөйтіп сенбей атпан ғой, Асқар қоя қойса, расын айтса деп құшақлап қатты жылады соқты біратым, Ашпаларым. Енді анаяқтағы тұрмысқа шыққан Ашпам не қылды, білмейді хабарды. Сөйтіп соның арасында не болды, Ашпам зона кете берді. Айгүл сіле бір зат жасырып атыз деп. Соның арасында Ашпам мамамның сіңлері бақырып тастады бізлерге. Несіне жасырып атсыз, бәбірам, уже естеді, біледі, шақырың деді. Соның арасында енесімен жетіп келеді. Үйдің алдын уже көрді, үйдің алдына жоғырып баратып, қарны бар енді 2 қабат. Жоғырып баратып құлайды жерге ажапам. Сөйтіп қарымен деп түсейін деп жатқан, ұстап қалып деп көтердім. Уже аяғында жан жоқ, біздерді көріп қалтырап жатыр. Уже жағдайды көрді, себебі мен Ашпамды алдап кеттім ғой. Олма көтере алмады бірден. Сөйтіп үйге барғаннан кейін де комада екенін айттық. Бірден айта алмады. Сөйтіп ажапаларын бақырып тастады. Не қыласыздар? Уже қайтыс болды ғой, неге айтпайсыздар? Құтырып бақырады. Соның арасында алжастырып айттық. Соның арасында қышқырып жылап, олма талып қалып, скорый шақырып, сондай болды. Азанда болған уақия екен, біздерге обедтен кейін әкелді. Обедтен кейін хабар келді. Кешке қараңғы түскенге шекем күтіп отырдық. Хәмме келіп жатыр, ағайын туған, достарым, хәмме қасымда. Елена
денесі келмегенше мен сенбей жатырман, расы. Қойшы, енді кішкентайман ғой, денесі келмегенше, көрмегенше сенбей жатырмын. Мен талып қалғанымды білемін. Талып қалдым, подругаларым қоңсының үйіне әкетіп қалды. Одан кейін мен тұрып, Қытай өзіме келіп үйге барсам, уже үйдің алдына барған уақытта әкеліп жатырған екен. Азатқа ораған, уже көрдім, қаттым, уже оны көрмегенмін ғой, кішкентай өлі көру деген енді кішкентайман уақытта. Үйге апарды, одан кейін уже таң алдық қайтыс болған. Себебі ол уақытта көрсетпеді маған, ертесіне көрсетті. Сонымен уже 3 ноябрь күні қайтыс болды. Ертесіне уже намаз күні шығара жақ уақытта көрсетті. Енді өлі көрмедік қой. Уже патрат шығардым. Көрмейсең де қыз баласаң, неңде қап қояды, қорқасаң дей берді. Не үшін қорқамын, мен мамам ғой, көрмесем болмайды. Сөйтіп патрат шығардым, сөйтіп талып қалдым мен. Көрмесем болмайды деп папама сөйледім, үйдегілерге сөйледім. Сөйтіп моламен кіргізіп көргенде, енді как мен неге өліп кеттім деген түрме жатқандай болып, бәрімізге сұраймыз ғой бір-бірімізден, қандай эмоцияны көрдің, һәммеге әртүрлі көрінетін шығар деп сұрадық. Бәрі бір затты айтып жатыр да, мынандай аузы кіжін, сәл көгеріңкіреген, мынандай чолк шашын түсіріп қойды да, бөпедей болып жатыр да, сұп-сұлу. Сөйтіп қарадым, өкір жылап жібердім, мынандай аузым деп ашу келіп кіжініп жатқандай болып жатыр да. Сөйтіп мамау деймін деп түртемен. Сөйтіп ответ қайтарар деген ойым бар да. Ответ қайтарады деген ойым бар. Одан кейін қайтыс болған суақта таң алдым, расы. Онда біліп тұрыппыз ғой, қайтыс болды, уже комнатаға жатқызып қойды, көзіммен көріп. Сол уақиғадан кейін таң алдым. Шығарғаннан кейін, үйден алып шығып кеткеннен кейін таң алдым да мен қайтыс болған. Одан кейін өлгеніне сенбей 40-на дейін сөйтіп қиналып, түсіме де кереді, тіріліп келу деген зат бар ғой, енді түслеріме де сөйтіп келетін еді. Сонымен ананың қадірін содан кейін білдік, расы. Оның бер жағында өжетлік қылады, қыз бала болғаннан еркелік қылып тыңламай, енді айтқанын қылмай, ол зат һәмме қыздың басынан өтті ғой. Елге дейін подругаларыма айтамын, телефон алмай отырады наглый. Мама деген звонок келіп тұр, адам бермей келсен деп сөйлемем мен. Мама деген звонок келіп тұр, адам алса деймін. Қойшы кейін сөйлесекші, ананы айтады, мына айтады, бақырады дейді. Ал сөйлессе бір зат болып қалған шығар, білмейсің ғой, саған ақырғы звонок шығар деп былш етемін. Күйіне теміз. Содан кейін ойланады ол. Грубо айтқанда тупойсың ба сен деймін. Сен алып сөйлес, сол мамаң шығып тұр, маған ол звоногам келмейді деймін. Жағдай бағырынып, ұрсып, жұлқып ответ қайтарады да. Сөйтіп маған бақыратын адамам жоқ қой деп соқта түсіндіргенде, соқта қағуы мүмкін мие. Растамай ойлай тұтқан зат дұрыс. Қой барында қадірлейін дейді да, бірақ кейіннен бәрі сол баяғы болып кетеді, ұмытып кетеді да, расы. Мен де сол һәмме перзентлерге айтарым, енді һәммеміздің жағы мәңгілік емеспіз, һәммеміздің кетеміз. Бірақ ата-ананың барында қадірлең, іләжі болса. Мен енді кішкентай уақытында айырылдым, енді бөпе уақытында да ата-анасынан айырылғандар да бар. Шүкір 7-8 классқа дейін мен анамның бауырында болған шығармын, бірақ мен ана мехріне тоймадым. Уақытта дым еркедім, еще енді ер жетіп отқан уақытым едім. Ананың қадірін білің, ләжі болса, анаңызды сыйлаң, құрмет етің, барында жақсы көретіңізді айтың, құшақлаң, қыдыртың, ләжі болса. Маған олжыста арман болып қалды рас. Қазір қасымда болса бар ғой, королева қылып қойған едім. Ешкімнен кем қылмай, даже бірге де видео түсіп жүретем, қандай трендлерге түсіп, қасымда алып жүретем анамды. Жақындарымыз әрдайым алдымызда аман болсын. Хәмеше жақындарыңыздың барында қадіріне жетің, достар. Үйде 2 ажағаңыз һәм ажапаңыз бар, иә. Үйде сіз еле тұрмысқа шықпадыңыз. Кішелеріңізбенен отношениеңіз қандай? Кішелеріммен отношениям мощный. Сол уақытқа дейін 2 кішеммен сөзге келген уақытларыңыз болған ба? Ұлым ұрыспаған ба? Айтып тұрмын, мен ешкіммен жұмысым жоқ, ұрсыбан білмеймін. Біреу келіп бетіме ұрысып тұрса, мен аударып қалатын қидым, бірақ төбелеске барман да. Андай төбелес болатын болса, кішкентай уақытта енді төбелескен шығармыз. Былай сөзге келгенде мен ешкіммен ұрыса алмаймын, арасында қалтырап, тығылып қалатын әдетім бар да. Жеңгелерімменен жақсы отношение.
үлкен жеңгем мен кішкене жеңгем, үлкен жеңгем келгеннен кішкене жеңгем келгеннен кейін үлкен жеңгем уже бөлек шыққан. Бірақ екеуімен де татумыз, екеуі де жақсы, қызметі жақсы, сыйластығы жақсы, ағайын туысқаларға, біздерге, үйдің тазалығына, ауқатқа жақсы. Сол уақытқа дейін расы арамызда гәп болған жоқ, бірақ мен прикол тығып екеуін бейшараны қоймаймын негізі. Андай прикол менің характерімді біледі, ұрыспайтынымды біледі. Андай жыр тауатын бір бикешілер болады, не істемесең, нан істегіші, мынау деп не. Әлбетте қазір көп шаңырақларда бикешілерменен ұрысып қалып жатырған, соның ізінде ажырасуға дейін барып жатқандар бар, дұрыс. Менде ондай жоқ, наоборот, мысалға любой семьяда соларға маслихат беріп кеттің негізі. Қандай болу керек кішеменен? Кішеменен ба? Олма енді тұрмысқа шықпаған қызлар, егер бикешілер қарап отқан болсаңыз, біреудің семьясына араласпаң. Мың сол семьям деп қабылдағанмен, олар бөлек семья. Бәрібір де ерлі зайыптың арасына түскен жақсы емес та. Дұрыс айтасыз. Ұрысып қалса, наоборот, жарастыруға әрекет етің. Ол жерде ажағаңыздың или кішеңіздің ошибкасы болса, өздеріне жеке түсіндіру керек. Мысалы, мен кішем ошибкасы болса, кіші, сен мынандай жерде мынандай ошибка қылдың деп сөйлеп жердің Асқарға деймін, түсіндіремін. Оған түсінгенін ол түсінеді, өзін басады. Нәқа өтіп Асқарға түсіндіріп, Асқар, еркек адамсың, ұрма қатыныңды, сөкпе, сен біреудің қызы, мынандай жеріне мынаны айтып сөйлеп, аз күйеуіне тидің. Давай барып кешірім сұрап, бір шоколад болса да апар деймін. Кітті шоколад апар. Ұрған уақытларда болған ба? Болмаған ба? Ұрғанда бір-екі шапалақ болды. Асқар, ұрмаңыз. Бір-екі шапалақ болды. Енді еркек адамға ашумен кетеді ғой, оны түсінеміз. Енді хаялдың тілі бар, тілін тисе ондай жасап болмайды деп ойлаймын. Енді семья деген тіл шығарады, любой жерде тілі шығып кетеді, енді өзі білмей қалды эмоциямен. Сөйтіп ортада мен наоборот жарастырып жүремін. Үлкен ажағыммен үлкен кішемді ұрысса, сондай жарастырып жүрген күндерім болды. Ондай қатты ұрса бермейді, енді бір кезде гәпке келіп қалады. Сол уақытларда ортасына түсіп, мысалға беттер гіж-гіж беретіндер болады ғой. Ондай гіж-гіж бермең, наоборот соқта екеуін екі жаққа айырып жіберің. Енді айыр жергенде екі комнатаға айырып тастап, екеуімен сөйлесіп алған жақсы да. Мен сондай зат қыламын. Асқармен жеке қалғанда, от души андай жораңмен сөйлескен деп сөйлесемін, жоралар мәслихат беріп бір-біріне сөйлеседі. Сөйтіп Асқарға сөйтіп түсіндіріп айтамын. Асқар ойланады. Сырттан көрген мен қыз балама, Асқар, мен тұрмысқа ертең шығамын. Ертең сен күйеу балаң, яғни мен күйеуім маған сөйтіп жатса қайт қабылдайсың, еземен дейді, ұраман дейді, ойбай деймін. Ал енді неғып тұрсың сен келіншегіңе деймін. Олан біреудің жас қарындасы деймін, содан кейін дүгет оған. Көрдің ба, қарындасың бар, тұрмысқа шығу керек, тұрмысқа шыққаннан кейін алдымда қандай күйеу, өмірлік жолдас ұшырайтынын мен білмеймін. Сол үшін өйте берме, менің алдыма келер, сенің алдыңа келер, өйтпе деп түсіндіремін, екеуім ошын жарастырамын. Енді ұрыс қағыс болып тұрады, кішелеріме өкпелеп қалатын күндерім болады, мысалға не. Бірақ өкпелемді айтып, өкпелеп, ұрысып, бойжетілігімді көрсетпегенмін соққа дейін. Бірақ көмектесетін уақытта мен көмек бермеймін расы. Ең баста. Неге? Енді үлкен кішеммен тұратын уақытта екінші кішем айтады ғой көп келінлер, бикешім деген деп кисасын мына жерден мына жерге алып қоймайды деп. Яқшылей ондай емес пе? Сондай ма? Мынандай қонақ келетін уақытларда көмек беретін күндерім болды. Дастархан жайып болса да, әйтеуір бір зат болса да, әйтеуір қол көмегімді беремін. Көбінесе үйде болмаймын, баяғылары көмек беретін барасы. Посудасын жуысып болса да, үйін тазалап болса да, бір кездері арқам көтеріліп кетсе жәрдем беремін, бірақ мынандай шлейін, мынандай қылып қоймайтын бикешілерден емеспен енді. Білемен өз орнымды. Көмек беретін уақытлар болады, бір кезде көмек беремін. Бір кезде жақпайды көмек беру. Енді ертең тұрмысқа шыққаннан кейін өзімнің бикешілерім қандай болып шығады білмеймін ғой, ол зат түсінемін, ол затты ақылы жақтан түсінемін, ішлей, бірақ бір кезде көмек беремін, бір кезде көмек бермеймін, растан аламын. Себебі екі кішем бар ғой, өздері істей береді ғой деген зат бар. Мен үйде болмаймын көбінше. Мен барамын жұмысла істеп қалған болады да. Пайда жоқ мен барғаннан кейін. Бір кезде генеральный уборка керек болады, енді қол көмегім керек болады. Соқта поддержка етіп, көмек беріп тұрамын. Кішелер жазып кетеміз төменге, Айгүл рас айтып отыр ма? Расы менен көмек бере ма, я көмек бермей ма? Айта берсін олар. Расын айтады ғой. Таяқ жейстеймін ба? Әзіл ғой. Қандай жақсы. Әлбетте, өзіңіздің және ішіңізде айта жақ болған ықыласпенділер үшін, әлбетте күнде лайк подкастымыздың ықыласпенділері арасында сізді сүйіп көретұғын өзіңіздің пандаларыңызда бар шығар, соларға айтқыңыз келетұғын және не нәрселер қалды ішіңізде? Мен сұрамаған.
айттым почти һәммесін айтып болдым деп ойлаймын. Өзім ақында таныстырып, өмірімді айттым, қиыншылықтарымды айттым, қуанышлы күндерім де болды, пәнчеген күндерім де болды. Соған қарап, соған жараса өзіңіз құласа деп айтылады ғой, құласа шығарсаңыз Әлбетте болады. Керек а, жерін өзіңізге алсаңыз болады. Өмірде еш сүрінікпен налымаң, шүкіршілік етің. Мысалға томпақ қызлар көп адам жазады, соны айтып өтейін. Күйеуім жақтырмай жатыр Айгүл, қайтып ассам болады, анау мынау деп жазады. Бірақ айтамын, налымаң деймін. Налымаң, Құдай тағала беремін десе, беттер семіріп кетесің деймін да. Мен көп налайтем, ой семіріп баратпан, ауырып болса да азғайман деп өзіме жаман зат сатып алатем. Расын айтайын. Мә саған дейді расы. Мысалы, ауырып қаласаң, сол дәрежеде қазір мен асқазаным өтіп қалды, анам ауырады, енді жағы диетаға бірден отырғаннан кейін көтере алмай жатқан шығар нагрузканы, білмедім. Сондай сөйтіп сұраған күндерім болды. Семіріп баратпан, азуың керек дей беруге болмайды екен. Беттер семіре береді екен. Оданша өзіңе арықпан, мен сұлуман, өзіңе жақсы сатыларды айтып не қылу керек та. Негізі өзіңе мотивация беріп шүкірлік ету керек, налымау керек деп айтамын. Томпақ қызлар болса, главный нәпсі теуіп диетаға отырың, семіріп баратпан, бүйтіп баратпан деп айтпаң, өзіңіз жақсы көрің, атыраптағылардың гәп сөзіне әтуар бермең, кешірімлі болың, өкпе кене деген зат жинастырың. Егер біреумен қапаласқан болсаңыз, айып сізде болса, кешірім сұраңыз. Егер ода айып болып, сізден кешірім сұрап, басын иіп тұрған адамға кешірім берің. Өмірде өз орныңызды жоғалтпаң, өзіңізді құрмет етің, атыраптағыларды құрмет етің. Главный һәммеңізге бақыт, денсаулық, жұмыстарыңызда тасын табыстар. Күнде лайк көрсетуіне де рахмет сіздерге. Пери ажайып сәубет болды. Бір күліп те алдым, бір жылап та алдым, эмоциямен шықты. Өзімді көремін, күнде лайк инстаграмдан қарап отырамын. Көрсету зор, әр түрлі мималарменен зор сәубетлер болады. Халық керек жерін өздеріне алады деген үміттемін. Сіздердің де жұмыстарыңызда тасқын табыстар. Оператор жігіттерге де рахмет. Бәрше сол көрсетудің артында тұрған, минет етіп атқан бәршеге рахмет, аумет тілеймін. Рахмет Айгүл, сізді яқты еместен шақыртуымызға, күнде лайк подкастымызға келгеніңіз үшін рахмет. Сондай бір ажайып уақытыңызды ажыратып, ажайып сәубет болды. Мотивациялар үшін рахмет. Әлбетте керек жерін түртіп күнделік бетлерімізге жазып қоямыз. Бұл күнде лайк подкасты еді. Хамеше көздеріңіз көріп, жүздеріңіз күліп, кішкене ғана жүректеріңіз дөктік ұрудан ешқашан тоқтамасын. Сау, саламат болыңыз.